Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер, бұл видеода біз қалай тез арықтауға болатын жайлы әңгіме айтатын боламыз. Артық салмақты тастаудан алдын сіздер бір нәрсені біліп алғандарыңыз жөн. Артық салмақты тастау кейде өмірді түбегейлі өзгертіп, адамның денсаулығына зиян келтіруі де мүмкін. Сол себепті бұл жағдайды өте ақылмен ойланып шешкен дұрыс. Сол себепті егерде сіз осындай келеңсіз жағдайларға тап болғыңыз келмесе, салмақты тастаудың жеңіл жолдарын қарастырып көргеніңіз дұрыс болады. Сондай-ақ азғындауды бастаудан алдын өзіңіздің жеке дәрігеріңізбен кеңескеніңіз абзал болады. Ал егер сонда да артық салмақты тастаймын деп шешкен болсаңыз, онда кеттік. Алдымен рационыңызды тек қана көкөністерге толтырыңыз. Және рационнан соус, кетчуп, майонез, тұз сияқты заттарды шығарып тастаған дұрыс. Көкөністерді шектеусіз мөлшерде жесеңіз болады. Ал жемістерді болса, күніне тек қана 3 рет жеуге болады. Егерде сіз одан да қатты азғыңыз келсе, онда сіз монодиеталық режимге өтіңіз. Бұл дегені бір отырған кезде бір тамақтың тек қана бір-ақ түрін жеуге әдеттеніңіз. Егерде алма болса, тек қана алма жеңіз. 2 тамақ түрін бір-бірімен араластырмаңыз. Сондай-ақ бір түрлі шырындардың сығындығынан дайындалған шәрбаттарды ішіңіз. Сондай-ақ бұл шәрбаттарды дайындау барысында да әртүрлі жемістерді бір-біріне араластырмаңыз. Өзіңіздің ұйқыңызды реттеңіз. Жақсылап ұйықтаңыз. Жақсылап тынығып ұйықтау бұл артық салмақты тастаудағы зор кепілдік болады. Сондай-ақ кешке қарай жатарда тамақ жемеңіз. Және жатардан алдын 3 сағат алдын ғана тамақтануға болады. Егерде жатар алдында тамақ жегіңіз кеп тұрса, ондай болса сіз 50 рет отырып тұрып, артынан су ішіңіз. Және бір дана сәбіз жесеңіз болады. Сондай-ақ жатар алдында упражнениялар жасауды үйреніңіз. Сондай-ақ күні бойы көп жүруді әдеттеніңіз. Тепшектермен көп көтеріліп, көп жаяу жүруге әдеттеніңіз. Bir орында 1 сағаттан көп артық отырмаңыз. Тек қана дистилденген таза суды ішіңіз. Сондай-ақ дүкендерден дистиллятор сатып алып, суды өзіңіз тазалап ішсеңіз де болады. Аптасына 1 рет болса да баняға барып, парилкаға кіріңіз және бүкіл денені массаж жасатыңыз. Сондай-ақ әр күні азанда және кешке денені тынықтыратын контрастты душ қабылдаңыз. Аптасына 1 күнді сулық аштыққа дайындаңыз. Яғни тек қана су ішесіз, тамақ жемейсіз. Азаннан кешке дейін осылайша су ішумен боласыз. Бұл нәрсені өзіңіздің жағдайыңызға қарап істегеніңіз жөн. Егерде өзіңізді жаман сезінетін болсаңыз, онда бұл нәрсені істемей қойған дұрыс болады. Егерде өзіңізге аштық жариялай алмасаңыз, ондай болса тамақты азайтып, көбірек жүгіріп, солайша организміңізге физикалық нагрузкаларды көп беріңіз. Бұндай физикалық активтік көтерілген кезде организмде метаболизм күшейіп, қандағы шлактар тазарады. Артық салмақты тастау бұл бір күндік нәтиже емес. Сол себепті күнделікті таразға қарап, немесе метрмен өзіңізді өлшеп, тексеріп отырмаңыз. Себебі күнделікті өзіңізді таразға тартылып, егер нәтиже байқамасаңыз, сіздің мотивацияңыз төмендеп кетуі мүмкін. Сол себепті күнделікті таразға қарап, метрмен өзіңізді өлшеудің пайдасы жоқ. Сол себепті таразды тек қана аптасына 1 рет немесе 10 күнде 1 рет тартылған дұрыс болады. Сондай-ақ өзіңізді қайта-қайта тексеруден арылғыңыз келсе, онда таза ауаға шығып, табиғатта көп серуендеп жүріңіз. Мұндай таза ауа сіздің ойыңызды тынықтырып, және үйдегі сіздің қайта-қайта тамақ жеуіңізден ойыңызды арылтырары анық. Және сондай-ақ ең басты нәрселердің бірі, өзіңіздің рационыңызға организмде ас қорыту процестерін күшейтетін жеміс-жидектер мен тамақтарды қосу қажет. Сондай-ақ артық салмақты тастауға өзіңізге ұқсаған адамдарды табыңыз. Бір адамға қарағанда 2 адам болып артық салмақты тастаған әбден өте оңайырақ. Және сондай адаммен спор ойнап, кім бірінші тезірек артық салмақты көп тастайды екенін көріңіздер. Сондай-ақ экстремалды азуды көп қайталай бермеңіз. Егерде өзіңіздің жағдайыңыз нашарлағанын байқасаңыз, мүлде тоқтату қажет. Бұл адамның психологиясына қатты соққы болуы мүмкін. Кейбір адамдар осындай психологиялық соққылардан бұл азғындауды тоқтатып, одан беспеттер салмақ қосуды бастайды. Сол себепті организміңіз қатты азу түрлерін көтере алмаса, ондай болса жеңіл түрлерін таңдауыңыз қажет. Артық салмақтан арылу бұл өте қиын жұмыс екенін барлығы біледі. Сол себепті азудың нәтижесін 1-2 күнде емес, ұзақ уақытқа жоспарлау қажет. Ал енді осымен видео ұнаған болса, онда достарыңызға да, басқа таныстарыңызға да осы видеоны таратып, комментария жазып, лайк басып кетіңіздер.